Саламатсыздар ма балалар? 7-ші сынып, параграф 7. Климаттың өзгеру себептері. Мәтінді оқыңдар, мазмұны бойынша өз пікірлеріңді ортаға салыңдар. Жер шарындағы немесе белгілі бір аймақтағы климат жағдайының табиғи өзгеруі ондаған жүздеген жылдарға, кейде геологиялық дәуір бойынша созылады. Жанартаудың атқылауы аймақтағы өсімдік жамылғысының дамуы әсерінен атмосфера құрамының өзгеруін атмосфералық себептерге байланысты климаттық өзгеру деп атайды. Бұлардың салдарынан жердің радиациялық балансы күрт көбейеді немесе азаяды, ауа температурасы жоғарылайды не төмендейді. Бұл өзен, көл және мұхит құрамының өзгеруіне әкеп соғады. Қоршаған ортаға адамның тигізген іс-әрекетінің нәтижесінде ондай-ақ технология қалдықтары мен радиоактивтік заттардың әсерінен топырақтың ластануы, сөйтіп жалпы экожүйенің құрам мен құрылысының бұзылуы әсерінен болған климаттың өзгеруін геологиялық, геоморфологиялық себептерге байланысты климаттың өзгеру деп атайды. Бұл құрлықтың жер бедері мен құрлықтық пішіндердің өзгеруіне әкеп соғады. Климаттың өзгеруі ғаламдық жылыну үдерісін тудырады. Ғаламдық жылыну жер бетіндегі орташа температураның артуы. Соңғы 100 жылда жердің температурасы шамамен 0,6 градуске артты. Ауаны ластау, өнеркәсіп санының артуы, ормандарды кесу, жанартаулардың атқылауы және күнде өзгерістер ғаламдық жылынудың басты себептері болып отыр. Адамның әрекеттері, әсіресе өндірістің көбеюі, ормандарды кесу және ауа ластануы жаһандық жылынуға ықпал етуде. Бұл процестер өз кезегінде экожүйеге, топырақ пен мұхиттардың құрамына әсер етіп, климаттың ғаламдық деңгейде өзгеруіне әкелуде. Мәтінде жер шарында климаттың өзгерістердің себептері мен салдары сипатталған. Табиғи және антропогендік факторлардың климатқа қалай әсер ететіні талқыланған. Мәтіннің негізгі идеясы климаттың өзгеруі табиғат процестерге, мысалы, жанартаулардың атқылауына, сондай-ақ адамның іс-әрекетіне байланысты екендігі. Келесі тыңдалым мен айтылым. Фариза Оңғарсынованың өлеңін тыңдап, арал кеше және бүгін тақырыбында пікірлесіңдер. Арал және кеше және бүгін тақырыбында тоқталсақ, Арал теңізінің жағдайы бүкіл әлемге белгілі үлкен экологиялық мәселе болды. 20 ғасырда Арал теңізінің тартылуы аймақтағы халыққа және экожүйеге үлкен зиян келтірді. Кеше Арал аумағы тіршілікке толы болса, бүгінде ол қуаңшылыққа ұшыраған аймаққа айналды. Бұның салдары жергілікті халықтың денсаулығына, табиғаттың тепе-теңдігіне әсер етті. Әдеби тіл нормалары. Шылаулардың үндестік заңының тіркесуі. Кейбір шылаулар толық мағыналы сөзге жалғаулар сияқты үндестік заңына сәйкес тіркеседі. Мысалы, да, де, та, те шылауы буын үндестігі мен дыбыс үндестігінің ілгерінді ықпалына сәйкес мен, бен, пен шылауы дыбыс үндестігінің ілгерінді ықпалына сәйкес тіркеседі. Сөз дауысты немесе үнді дыбыстарға аяқталса мен, да, де, сөз ияң дыбыстарға аяқталса бен, да, де, сөз қатаң және ияң б, в, г, д дыбыстарына аяқталса пен, та, те. Мен, пен шылауы көмектес септік жалғауымен сырт тұлғасы жағынан ұқсас, алайда жазуда және мағыналық айырмашылығы бар. Көмектес септік жалғауын түсіріп айтуға болмайды. Мысалы, жақсымен жолдас бол деген сөйлемді жақсы жолдас бол деп айтсақ, басқа мағына береді. Ал шылауды түсіріп айта аламыз. Мысалы, жақсы мен жаман дегенді жақсы, жаман немесе жақсы және жаман деп айтуға болады. Та, де, та, те шылауы сырт тұлғасы жағынан жаты септік жалғаумен тұлғалас. Жаты септік жалғауы сөзге жалғанып, бірге жазылады. Оны түсіріп айтуға болмайды. Ал шылау бөлек жазылады және оны түсіріп немесе басқа шылаумен алмастыруға болады. Мысалы, жасымда ғылым бар деп ескермедім, жасым ғылым бар деп ескермедім деп. Мысалы, да жаты септік жалғауын түсіріп айтуға болмайды. Ал жас та, кәрі де, риза дегенді жас пен кәрі немесе жас, кәрі, риза деп айта аламыз. Деңгейлік тапсырма. 3-ші тапсырма. Деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. 1-ші деңгей шылауларды қатыстырып, ауа райының күрт өзгеру себептеріне 2 сөйлем жазыңдар. 2-ші деңгей оқылы мәтінде климаттың өзгеру себептерін сызбамен көрсетіңдер. 3-ші деңгей климаттың өзгерістерінің экологиялық және адам ағзасының әсерін сипаттап жазыңдар. Жанартаулардың атқылауы мен күн сәулесінің азаюы себепті ауа райы күрт өзгеріп кетеді. Адамның қоршалған ортаға тигізген әсерінен, әсіресе өндіріс орындарының артуынан ауа райы бірден нашарлауы мүмкін. 2-ші деңгей табиғат факторлар, жанартаулардың атқылауы, атмосфера құрамының өзгеруі, күн сәулесінің өзгеруі, адам әрекеттері, өнеркәсіптің көбеюі, ормандарды кесу, ауаның ластануы, радиоактивті заттардың таралуы. Климаттық өзгерістер экологияға кері әсерін тигізеді. Жердің жылыну, топырақтың ластануына, өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің
жүйесінің жойылуына әкеледі. Мұхиттар мен өзендердің температурасының өзгеруі су экожүйелеріне қауіп төндіреді. Адам ағзасына келсек, аурулардың көбеюіне, иммунитеттің әсерінен әлсіреуіне әкеледі. Төртінші тапсырма жазылым. Суреттерге қарап ортақ тақырып қойыңдар. Климаттың өзгеру себептері мен салдарын шылауларда қатыстырып отырып жеткізіңдер. Қалалар мен табиғи ландшафттарға климаттық өзгерістердің әсері, себептері, өнеркәсіптік қызметтен және урбанизациядан бөлінетін парниктік газдар жаһандық жылынуға әсер етеді. Ормандардың кесілуі және жердің тозуы атмосферадан көмірқышқыл газын сіңіру мүмкіндігін азайтады. Су ресурстарын шамадан тыс пайдалану жердің шөлейттеуіне әкеледі. Салдары: температураның жоғарылауы құрғақшылыққа және құнарлы жерлердің шөлге айналуына келеді. Оң жақтағы суреттегідей қалалық аймақтар да климаттық өзгерістерден зардап шегеді. Бұл ыстық аралдардың пайда болуына және су тапшылығына әкелуі мүмкін. Өсімдіктер мен су көздерінің жоғалуы ауыл шаруашылығы және адамдардың өмір сүруіне кері әсер етеді. Бесінші тапсырма үй тапсырмасы. Арал тағдыры тақырыбында 4 сөйлем тәсілмен пікір, дәлел, мысал, қорытынды жазыңдар. Бесінші тапсырманы орындайтын болсақ, пікір: Арал теңізінің тартылуы экологиялық апатқа айналды. Бұл жергілікті халықтың өміріне, экожүйеге және климатқа айтарлықтай кері әсерін тигізілуде. Дәлел: Аралдың суы азайып, теңіз түбінің көп бөлігі ашылып, улы тұздар мен шаңның ауаға таралуына себеп болды. Бұл аймақта денсаулық мәселелері көбейіп, ауыл шаруашылығы өнімділігі төмендеді. Мысал: Арал маңындағы ауылдарда тыныс алу аурулары, соның ішінде өкпе ауруларының саны айтарлықтай өсті. Ал егістік алқаптарындағы өнімділік күрт төмендеді. Қорытынды: Арал теңізінің тағдыры климаттың өзгеруінің қандай салдарға әкелетінін еске салатын маңызды сабақ болып табылады. Балалар, олай болса сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.